Аяғы қайын, тос ретіне ғана. Айта алмаймын енді. Не болды енді айтсашы? Енді айтқанда енді айта алмаймын деп оған. Ол кісіні жақсы көріп жүрген сіз емес басқа қыз екен. Айтып жүргені. Қалдана жұмыстарды істедің ба? Иә, істедім. Кешіңдер жігіттер. Бұл қателім дұрыс болмады. Сен деп те тартқаным үшін кешіңдер. Мади, сен де кешір. Ештен кетпес. Мен де бұл ойын дұрыс емес екенін біліп жүрем. Я Мади, біз Руслан екеуміз де бұға кіргіміз келген жоқ. Сол үшін сен де бізді кешір. Осымен соңғы қателігіміз бітті дейік. Кешіріңіз мені. Айтпақшы, Мирас көрінбейді ғой, Мирас қайда? Бірізардaki жоқ болып кетті ғой, кейін сөйлесемін. Миллионна кет, таныстығымыз үшін бір жерге отырып қайтайық та. Кеттік жүріңдер. Давай. Жігіттер, кнопка қолда! Өй, істеп жүрсіңдер? Біз ба? Бұна кнопканы тексеріп көрейік. Осы жерде отырсыңдар ма? Я, біз осы жерде отырмыз. Ағайлар. Шындарын айтасыңдар ма, или мойындату керек па? Кешіріңіздер. Негізі біз бұл жерде отырмыз. Енді рұқсатсыз көрмейтін болған кетіңдер ме? Сен мен кімге жағалап жүрсің? Түсінбеймін. Өтірік түсінбегенде болмаш. Не айтқың келіп тұр? Білген емесе осындай қыз екен. Біз сендерді ешкімге жамандаған жоқ. Соны айтамын. Мен не өтірік деп тұрсың ба? Саған да өтіріксің деп жатқан жоқ. Мен не ақса бейгүгілмен сөйлесіп тұрмын. Не қылса біз бір командамыз. Қайтсе бір команда болсам? Кім айтсам жамандады деп. Өзің біліп тұрған шығарсың. Өзің жамандағаныңды. Жұмақтамай тез айтшы. Сен кішкентай болып аузыңды жапшы. Айтса енді кім? Соны айтамын. Жансая айтты. Жансая? Жансая? Біз не саған асылыңдар жамандадық па не? Жоқ. Не айтып тұр онда маған қазір? Айтпайын десем айтқызыңдар ғой. Негізі мен емес, асылым өзі сендер жамандаған. Қалай сонда? Өздерің көресіңдер ғой. Асылым сен екенсің. Қалай сонда? Сен сонда бізді жамандап алып, бізге жала жауып тұрсың ба? Біз жала жапқан жоқпыз. Бізге солай деп айтты. Сонда Жансая өтірік айтып кетті ма? Сонда сендер бізге қарсы шыққаларың деп тұр ма? Болды қыздар, ұрыспаңдар. Жансая, біз Жансаяға сендер жамандаған жоқпыз. Сендер де Жансаяға біз жамандаған жоқсыңдар. Дұрыс па? Бірақ онда неге Жансая өтірік айтты? Меніңше оның ойы екі жақты ұрыстыру, ағайға айту керек. Дұрыс. Достасайық. Неге сендерді идеяны ютубтан алатындарыңыз сол рас па? Оны кім айтты? Өзіміз. Оны маған Айша мен Аяна айтты. Айша? Аяна? Бұл не сөз? Қыздар, біз кешіріңдерші. Біз көп қателік жасадық. Енді сендердің арттарынан сөз айтпаймыз. Біз көп кетеміз. Жарайды. Бірақ олай арттан айым айтқандар. Жарай ма? Онда ағай айтпаймыз ба?
Biz өкінішке орай кнопканы таба алмадық, біз ұстап алдық. Өткенде сендер менен ақша сұрап едіңдер ғой. Сол ақшаны армандамаңдар. Чего там? Братан, біз районда бір подозрительно бір топ адамды көрдік. Сол Мейрам академиясына кіріп кетті. Бір нәрсе ұрлайын деп жүр ау. Не істесіз болады бұларға? Так, мен таптым, не істеу керек оларға. Не істейміз? Кеттік, оны алда көрсет. Иә? Рұқсат, кеңіз? Мен Байбатырдың ағасы болып едім. Күзетші жігіт па? Қош келдіңіз, кеңіз, иә? Не мәселе? Байбатыр денсаулығына байланысты жұмысқа шыға алмай қойды, орнына мен келсем болады ма? Жұмысқа. Болады, иә? Бізге айырмашылық жоқ. Ең бастысы бізде жұмыс тәртібі бойынша ешқандай балалар бұзушылық жасамай, барлығы тәртіпке бірдей бағынып, және ешқандай заттарымыз жоғалмаса болған. Болды, жарайды. Қиын емес па жұмыс? Жоқ. Болды, онда бүгіннен бастап кірсеңіз болады. Іске сәт? Жақсы, рахмет. Есімім Бексұлтан болады. Саят болады. Саят, қош келдіңіз, Саят. Іске кірсе беріңіз. Жақсы.